Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше болып шығатын, өте дәмді кешкі астың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 100 мл салқын су, оның үстіне 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа немесе 1 жұмыртқаның жартысын салсаңыздар да болады. Үшеуін араластырып, үстінен 300 граммдай ұн қосамыз. Әртүрлі ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Шамамен 200-250 граммдай бірінші ұнды салып, одан кейін осылай қолдың көмегімен илей отыра қамырды илеп алатын боламыз. Қамырымыз қатты да, жұқа да болып қалмау керек. Илеп болған қамырымызды салафанға салып 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді кезекте қазанымызға май құйып, осында қойдың етін майдалап турап, кішкене қуырып жібереміз. Оның үстінен пиязды салып, тағы да кішкене қуырып жібереміз. Оның үстінен томат пастасы, сәбіз және де помидорды жартысын турап салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, картопымызды да осылай кубиктарға турап саламыз. Және де барлығын тағы да жақсылап араластырып, үстінен шамамен жарты қазандай етіп су құямыз. Дәміне қарай тұз бұрыш салып, бетін жауып, баяу отта 40 минут шамасында қайнататын боламыз. Жаңағы тынған қамырымызды жайып бастаймыз. Ұн сеуіп, қолдың көмегімен жақсылап осылай басамыз да, кейін оқтаудың көмегімен ақырындап жайып бастаймыз. Қамырды егерде бірінші рет жайып тұрған жандар болатын болса, қамырды ортасына күш салмай, тек екі шетінен ғана жайып отырамыз. Және де осындай пышақтың көмегімен біз мампар тамағына турағандай етіп, тамағымызды бөліп алатын боламыз. Төртпішті етіп. Енді осыны ерекше етіп түйеміз. Төртпішті қамырдың екі шетін бір-біріне жабыстырып, астыңғы шеттерін дәл видеодағыдай қайталап жібереміз. Және де барлығын осылай жасап шығамыз. Бұл жерде барлығы көп болуы мүмкін, сондықтан жартысын мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта алып, тамаққа қосып жей-беруге өте дәмді болып шығады. Түйілуі кішкене уақыттарыңызды алуы мүмкін, бірақ сонда да жасап көріңіздер. Осылай сорпаға салған кезде өте әдемі көрінетін болады. Біздің қайнап тұрған сорпамызға салып, қамырымыз піскенше 10-15 минут шамасында орташа отта бетін жауып қайнататын боламыз. Міндетті түрде қамырды піскенін жеп көріңіздер. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде дәл осы тағамды жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған арайлым.